Сәлем, қалдарыңыз қалай? Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мен сіздерге бүгін осындай сүйкімді, әп-әдемі қоян жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаса бөлісіп кетіңіздер. Ал енді салатымызды бастайық. Қажетті керек заттарды төменде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осылай керекті заттардың барлығын алдын ала турап дайындап қойдым. Ең бірінші туралған тауық етін, қайнатып туралған тауық етін саламыз. Оның үстінен жұмыртқа, жүгері, консерведегі, корейский сәбіз, дайын түрі, соленый огурцы, көкпияз, майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен тұз қоспадым, себебі бұл жерде соленый огурцы бар, майонездің өзінің тұзы бар, сонымен жеткілікті болады. Дайын болған салмамызды осылай овальный ыдысымызға салып аламыз, қоянның бейнесін келтіретін боламыз. Жұмыртқаның ағын теркадан өткізіп алдым. Шамамен 4 жұмыртқа кетті. Осы бір қоянның бетін әрлеуге. Жақсылап барлық жеріне жеткізіп, жауып шығасыздар. Тек қана ағын ғана неден теркадан өткізесіздер. Сосын бетіне осылай оливки қолдансаңыздар болады. Мен жерде қара жүзімді қолдандым. Сосын мұртшаларын жасауға көкпияз қолдандым. Басына мындай құлақшаларын жасау үшін 2 кровый палочканы, бір кровый палочканы 2-ге бөліп, 2 жеріне қыстырып қойдым. Жан-жағына осылай салат листья, алдынан сәбіз салатты қойып, осылай әрледім. Ас болсын.